Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Хусейнова Анель. Мен Қадырғали Қосымұлы Жалайыри атындағы орта мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Біз күнделікті сабағымызды онлайн форматта қашықтықтан өткізіп жатқандықтан, бүгінгі талқылауға алатын тақырыбым қашықтықтан ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын дамытуға арналған әдіс-тәсілдер. Бұл бетте 3 әдіс-тәсіл түрі берілген: рөлдік ойын, влог түсіру және де әңгімелеу. Рөлдік ойын не деген сұраққа жауап беретін болсақ, рөлдік ойын бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық немесе эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын ала бөлінген рөлдер арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнауы, сөйлеуді дамытудағы ең тиімді әдіс-тәсіл болып табылады. Практика жүзінде оқушылар Zoom желісі арқылы 3 немесе 4 топқа бөлініп, рөлдерін дайындайды. Кейін қатысушылар экран көрсетілімі арқылы тапсырмаларды алады, рөлдерді бөледі және де жағдайды ойнайды. Және де барлық топқа ұсынады. Балалардың мінез-құлқын ескере отырып, мен балаларды рөлдерге өзім бөлемін. Рөлдік ойындардың балаларға беретін пайдасы өте көп. Мысалға алатын болсақ, тіл арқылы қатынас жасауға деген қызығушылығын арттырады, диалогтық әңгіме құру дағдысын қалыптастырады, қажетті сөздерді оқушылар есте сақтай алады, және де алған білімдерін кейін болашақта қолдана алады. Және де рөлдік ойындардың түрлері болады: анкета, пантомима, уикенд, жарнама, Лондонда бір күн, телеграмма. Келесі әдіс-тәсіліміз влог түсіру. Влог түсіру дегеніміз не? Влог, бейне влог дегеннің қысқаша мазмұны, бұл ақпарат мәтінмен емес, бейне арқылы жеткізілетін влог түрі болып табылады. Влогты белгілі бір тақырыпқа түсіруге болады. Әдетте влог балаларға ағылшын тілінде дұрыс ой жеткізе отырып, тілді неғұрлым жылдам меңгеруге көмектеседі. Влог түсірудің оқушыларға деген берер пайдасы өте көп. Мысалға, оқушылардың оқуын жақсы басқаруға мүмкіндік бере отырып, дербес оқуға ықпал етеді. Екіншіден, оқушыларды ең жақсы жазушылар мен оқырмандар болуға ынталандырады. Үшіншіден, влог оқушыларға еркін және де сенімді болуға көмектеседі. Практика жүзінде қалай қолдануға болады десек, оқушылардың деңгейін ескере отырып, арнайы субтопиктер мен тапсырмалар беріледі. Мысалға, фразалық етістіктер немесе идиомалар. Екіншіден, оқушыларды сөйлеуге бағыттау жолында арнайы критериялар беріледі. Мысалы, сөздердің дұрыс айтылуы, сөйлеу грамматикасы немесе коммуникативті мәселені шешу. Әңгімелеу. Әңгімелеу дегеніміз оқушының қысқаша ойын жеткізу және тілдік меңгеру ықтималын көбейтетін әдіс. Әңгімелеу оқушының мәдени санасын дамытады, сөйлеу дағдысын қалыптастырады, шығармашылық әрекетке тартады және де тыңдау дағдысын дамытады. Әңгімелеу әдісі практика жүзінде қалай жүргізіледі десек, әңгімелеу әдісіне қатысты оқушыларға әңгіме құрастыру немесе мини оқиға тапсырмалары беріледі. Біріншісі, әңгіме құрастыру туралы айта кетсек, әңгіме құрастыру тапсырмасы барысында оқушыларға арнайы сурет беріледі. Сол оқиғаның бастапқы кіріспесі әртүрлі нұсқада WhatsApp желісі арқылы карточка күйінде жеткізіледі. Оқушының негізгі міндеті сол әңгімені құрастыру және де яғни жалғастыру болып табылады. Мини оқиға тапсырмасы барысында оқушыларға Zoom желісі арқылы тікелей оқиғаның сөйлемі айтылып, сол сөйлем бойынша сұрақ қойылады. Мысалы, The Larry Lion is excited. Сұрағы Who is excited? Оқушының жауабы The Larry Lion болу керек.